1994 жыл. Ауылда жұмыс жоқ, жарық өшкен, нан пісіретін ұн таппаған адамдар кебекті илеп жей бастаған кез. Бұл ауыл аудан орталығынан 40-50 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Қыста қар басқан жолда ашатын техника жоқ. Сондықтан ауыл адамдары қар қалыңдамай тұрып, қыстың басында аудан орталығынан азық-түліктерін тасып алып, көктемге дейін жан бағатын. Ауқаттылары атына шана жегіп, керегін ауданнан алдыртып жатады. Сол жылдың күзінде араға аз уақыт салып, бірінен соң бірі ерлі-зайыпты адамдар қайтыс болып, артында улап-шулап 5 қыз жетім қалды. О дүниелік болған ата-аналарының туыстары ақылдаса келіп, қыздарды жетімдер үйіне өткізбек болып, ауданнан көлік шақыртады. 30 жылдан астам совхоздың қойын бағып, адал еңбегімен үлес қосқан сол ауылдың тұрғыны тілектес, жетім қыздарды өз қамқорлығыма аламын деп, елдің үшін дүр сілкіндірді. Мұндайды күтпеген ауыл басшысы: сіздің бұл шешіміңіз өте сауапты іс, бірақ өзіңнің 4 қыз бен 1 ұлың бар. Оның үстіне мынау 5 қызды алсаң, қалай асырамақсың? Жұрт өзінің 1-2 баласына азық пен киімді қайдан аларын білмей жүргенде, 10 баланың салмағы ауыр тимей ме деп тоқтатпақ болды. Белді бекем буған тілектестің алған бетінен қайтпайтынына көзі жеткен ауыл басшысы жалғыз өзі шешім қабылдауға шамасы жетпеген соң аудан әкіміне хабарласады. Көп күттірмей аудан әкімі де ауылға келді. Ол да ары-бері айтып көндіре алмаған соң: олай болса, сіз 1 қызды алыңыз, біреуін ауыл басшысы, біреуін мектеп басшысы, тағы біреуін аудандық білім бөлімінің басшысы алсын деп шұбырта жөнеледі. Соңына дейін сабырлық сақтап тыңдап болған тілектес: бір қой егіз тапса, шөптің басы айыр шығады. Ауызды жаратқан Құдай оны нәпақасыз қалдырмайды. Асыраушы Алла, ал мен тек себепкер ғанамын. Жетімдіктің не екендігін мен жақсы білемін. Әкемнен 3 жаста, анамнан 12 жасымда айырылып қалдым. Сондықтан бұл балалардың барлығын мен аламын. Бөліп беретіндей сендерге бұлар мал емес деп сөзін түйді. Келіспеске амалы қалмаған атқамінерлер өз жөндеріне кетті. Ал ауылдың сөз аңдып, өсектеріп қыңыр сөйлеп қалғандары: байқа тілектес, ертең тамақ таппай 10 баламен шұбырып, ел кезіп кетіп жүрме деп қағытып жатты. 5 қыз жаңа қонысқа жайғасқан соң, 1 ай өтер-өтпес уақыт шамасында бейтаныс бір жігіт ауылға келіп, диірмен сала бастады. Темір жол мен тас жолдардың бойына жайғасқан ауылдарға қарамай, алыста жатқан ауылға диірмен салуы талайды таңғалдырды. Десек те, бидайларын үктіріп алуға келіп кететін көліктер мен баратын жеріне жетіп алатын мүмкіндікке қол жеткізген ауыл тұрғындары үшін бұл диірмен құтты болды. Диірмен иесі ауылдағы тілектестің шаңырағында жақында болған оқиғаны ести салысымен сол үйге барды. Естігенін көзбен көрген соң разы болып: сіздің бұл жасағаныңыз үлкен ерлік екен. Он жағынан уайымдамаңыз, ай сайын 5 қабын және наубайханадан күнде қалағанша нан алып тұрыңыздар. Қарсы болмасаңыз, мен сізді жұмысқа қабылдап, жалақыда төлеп тұрайын деп аяқ астынан жарылқап тастады. Бір қызығы әу баста күле қарап, тамақ таппай ел кезіп кетпе деп мазақ еткендер, керісінше осы үйден қолдарына ыдыстарын ұстап, ұн сұрап келетін болды. Осыдан соң 6-7 жылдай ауылда тұрған тілектес балаларын оқыту үшін қалаға көшуге мәжбүр болды. Жетімдерді қанатының астына алғанына 1 ай өтер-өтпес уақытта диірмен ашылып, бұлар ауылдан көшкен соң, сонша уақыттан соң диірмен жабылды. Түсінген адам үшін бұл оқиғада зор хикмет бар. Жаратқан Алла жетім қыздарды ризықтандыру үшін бір қолына диірмен салдырып қойып, оның ісіне береке беріп қойды. Ал осы оқиғадағы тілектес атты кейіпкер менің марқұм әкем еді. Арман Тілектесұлы Бердалин.